Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге өте ерекше болып шығатын эскимо пирожныйларын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге қажетті заттар қант, жұмыртқа, сұйық май, какао, ұн, қопсытқыш және қайнаған су керек болады. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды салып, ағарғанша миксерлейтін боламыз. Қантымызды қосамыз және тағы да миксерлейтін боламыз. Сұйық майымызды қосамыз. Ағарғанша миксерлейміз. Және алдын ала дайындап қойған какаомызға қайнап тұрған суымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Какаоны ертіп аламыз. Дайын болған какаомызды жұмыртқалы массамызға қосып, тағы да миксерлейміз. Ұнға қопсытқышты қосып араластырып аламыз. Және миксердің көмегімен біркелкі тесто дайын болғанға дейін үздіксіз араластырып отырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай менің эскимоға арналған тестам дайын. Енді формамызды дайындаймыз. Қызып тұрған пеште 170 градуста 50 минут пісіріп аламыз. Міне, менде пісіп шықты. Енді ағаш таяқшаның көмегімен тексеріп аламыз. Формадан босатып, суытып аламыз. Міне, біздің бисквитіміз суыды. Енді суыған бисквитімізді жақсылап бөліп аламыз. Бізге крошка жасау керек болады. Мен блендермен езіп аламын. Блендермен крошка жасап дайындап аламыз. Сіздерде блендер болмаса, қолмен үгітсеңіздер де болады. Бұл міндетті емес. Көріп тұрғандарыңыздай крошкамыз дайын болды. Енді үстіне қойытылған сүтімізді қосып, біріккенше араластырамыз. Міне біздің формам дайын болды. Біркелкі болды. Міне көріп тұрғандарыңыздай өз несін ұстап тұр, бірігіп тұр. Өз қалауларыңыз бойынша әртүрлі формаға салып, морозильникке қатырып алсаңыздар болады. Мен осындай балмұздақтың формасына салып шықтым. Бізге мороженныйдың таяқшалары керек болады. Және морозильникке қатырып аламыз. Қатқанша шоколадын ертетін боламыз. Менде осындай 3 түрлі шоколад болды. Қазір ыстық суда ертіп аламыз. Біздің пирожныйларымыз қатты. Енді шоколадқа салып, шоколадқа батырып аламыз. Менің пирожныйларым дайын. Сіздер де дайындап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Мені қолдап, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Азиза Аймұрзаева.